Облыста кәсіподақ қозғалысының оң қарқыны белең алған. 2019 жылы аумақтағы жұмыс ұйымдарына мүшелік ететін азаматтардың саны 7000-нан асыпты. Оның 4000-ға жуығы ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейтін ұйымдарға тиесілі екен. Облыста кәсіподақ қозғалыстарының кеңеюі мемлекеттік мекемелерде де байқалады. Мәселен, денсаулық сақтау, білім беру ұйымдары мен құрылыс саласында қамтылған. Облыстық кәсіподақ ұйымы көп балалы, жалғыз бас және жұмыс істейтін әйелдерге қатысты қосымша 20 ұсыныс енгізіп, 13 комиссия арқылы келісілген. Кездесу барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қойған педагог мәртебесі туралы заң жайлы да сөз болды. Петропавл қаласы нөмірі 31-ші орта мектеп мұғалімі Наталья Завертунова бұл өзгерістерді көптен күткенін айтады. В первую очередь, это право на свободный выбор форм. Бұл статустың қабылданғанда мен біріншіден ұстаз ретінде өте қуаныштымын. Бірінші кезекте оқушыға ақпаратты беру формасының еркіндігі ұстаздың өз қолында. Ғылыми шығармашылық эксперименттік бағыт заңмен бекітілді. Мәселен, 10-11 сыныптарда жаңартылған бағдарламада ғылыми жұмыстарға көп көңіл бөлінген. Сондықтан бұл бағытта арнайы мамандар жұмыс істеп, оқушылармен терең зерттейтін болады. Аймақтық кәсіподақ ұйымдарының мүшелері мәжіліс депутаты Кәрібай Мұсырманға өз сауалдарын қойды. Мәселен, олардың қатарында интернетке қолжетімділік жайын қамтыды. Бүгінгі таңда бүлдіршіндер смартфондар арқылы кез келген сайтқа кіре алады. Алайда кейбір қажетсіз ақпарат бала санасына кері әсер беруі мүмкін дейді қатысушылар. Қазақтелеком разработана программа. Шынымен де интернеттің жақсы жаман қырлары бар. Қазақтелеком акционерлік қоғамы биыл интернет жобасын ойлап тапқан болатын. Бұл бағдарламаны балалар мен білім мекемелері өздеріне орнатып болса, қажетсіз сайттарға балалар кіре алмайтын болады. Солтүстік Қазақстан облысында 1207 кәсіподақ ұйымы жұмыс істейді екен. Гүлімжан Қайырбекова, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.